Баршаңызға қайырлы күн, және де менің есімім Толқынбекова Сабина, және бұл баяндамада біз қазақ жазушыларының көркем шығармаларындағы Қазақстан тарихының қандай көрініс алатынын туралы айтатын боламыз. Жалпы қазақ әдебиеті ол ұлттың рухани қазынасы болып табылады. Ол ұлттымыздың рухани қазынасын, тарихын, тағдырын, елдің өткені мен бүгінін, халықтың арман мұратын көркем түрде жеткізетін үлкен әлем болып табылады. Әдеби шығарма арқылы біз тек оқиғаны ғана емес, сол заманның шындығын, оның қоғамдағы қандай өзгерістері болған, адамның жалпы ішкі жан дүниесін тани алады екенбіз. Қазақ жазушылары өз еңбектерінде халықтың басынан өткен түрлі қиыншылықтарды, олардың рухани құндылықтардың ұлттық мінезін баяндаған екен. Сонымен қатар ол жерде әділет пен шындық жолындағы күресті кеңінен бейнелейді. Кезінде белгілі ғалым Кенжебеков бастаған ғалымдар тобы қазақ әдебиетінің тарихын 5 кезеңге бөлген екен. Оның біріншісі ежелгі әдебиет. Ол 6 және 15 ғасырлар аралығындағы болып табылады. Және де бұл кейінірек қазақ халқының құрамына енген қазақ ру тайпаларының ежелгі ұлыс дәстүрлерінің әдебиеті болып табылады. Ерте кездегі түрік ру тайпаларымен бірге жасалған ортақ әдебиет. Сонымен қатар ежелгі дәуір әдебиетінің өзін 3 кезеңге бөліп қарастырады екенбіз. Оның біріншісі 6 мен 9 ғасыр аралығындағы көне түркі әдебиет ескерткіштері. Ол өзіміз білетін оларға арғын енесей жазба ескерткіштері, бұғыты, тоныкөк, білге және күлтегін қағандар туралы құлпытастарға қашалған жырлар саналады. Сонымен қатар Оғызнама дастаны, Қорқыт ата кітабы және де Әбу Насыр әл-Фарабидің әдебиеті және сол кісінің тағы басқа трактаттары енеді екен. Екінші кезең ол 10-12 ғасыр әдебиеті. Негізінен осы дәуірге Қараханит түріктерінің тілінде жазылған әдеби ескерткіштер енеді. Бұл кезеңге Жүсіп Баласағұнның Құтат қу білік дидактикалық дастаны, Махмұд Қашқаридің Дивани лұғат ат-түрік, Қожа Ахмет Яссауидің Дивани хикмет даналық кітабы өлеңдер жинағы, ал Ахмет Үгенекидің Хибатул хақайық, яғни ақиқат сыйы жыр жинағы және тағы басқалар жатады екен. Ендігі үшінші кезеңі ол 13 ғасыр мен 14 ғасырдың аралығы болып табылады және сол аралықтағы әдебиет екен. Бұл кезең әдебиет тарихында алтын орта хорезм дәуірі деп аталады екен. Аталған дәуірдегі туындылар жалпы түрік әдеби тілінің Шағатай қыпшақ диалектісі кезінде жазылған екен. Мысал келтіретін болсақ, ол Кодекс Куманикус, Махаббат нама және Тарихи Рашиди болып табылады екен. Және де тағы басқа сол әдеби кезеңнің көрнекті үлгілері жатады. Кейінгі екінші кезең ол қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет, яғни 15 мен 18 ғасырлар аралығындағы әдебиет. Ол қазақтың өзіндік төл әдебиеті болып табылады. Одан кейінгі үшінші кезең ол қазақтың 19 ғасырдағы жаңа сыншыл реалистік әдебиеті. Төртінші кезең болса, ол қазақтың 20 ғасырдың басындағы, яғни 1900 бен 1920 жылдар аралығындағы әдебиет. Және бесінші кезең ол қазіргі дәуір әдебиеті болып саналады екен. Жалпы ендігі кезекте қазақ әдебиетінің кезеңдері ол 1920 жыл мен 1960 жылдар аралығындағы қазақ әдебиеті болып табылады және де ол социалистік реализм. Жалпы осы жылдар аралығындағы қазақ әдебиеті кеңес дәуірімен тығыз байланыста дамыды. Себебі бұл кезеңде әдебиеттік социалистік реализм бағыты енгізілді. Жалпы ол не? Социалистік реализм ол өмірді социалистік қоғам тұрғысынан суреттейтін еңбек адамының бейнесін мадақтайтын әдеби бағыт болып табылады. Шығармаларда колхоз құрылысы, ауыл өмірі, жұмысшылар еңбегі, қоғам және
жалпы жаңа қоғам орнату идеясы кеңінен жазылған. Бұл кезеңде әдебиет халықты еңбекке, білімге, жаңа өмірге шақыру туралы жазылған. Сонымен қатар соғыс жылдарында патриоттық тақырыптар күшейеді, себебі ел қорғау, батырлық, ерлік туралы көптеген шығармалар жарық көреді. Осы кезеңнің көрнекті өкілдері туралы айта кететін болса, олар әрине Бейімбет Майлин, Ильяс Жансүгіров, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов және тағы басқа тұлғалар. Ендігі 1960 пен 1990 жылдар аралығындағы қазақ әдебиеті туралы айтатын болсақ, онда ол қазақ әдебиеті жаңа деңгейге көтерілді деп айтуға болады. Себебі бұл кезеңде жазушылар мен ақындар адам тағдырын, ұлттық рухты, тарихи шындықты, қоғамдағы қайшылықты теңірек жаза бастаған кезең болған. Бұрынғыдай тек идеология емес, адамның ішкі жан дүниесімен ұлттық мәселелер көбірек көрініс тапқан. Проза жанры қатты дамыды, тарихи романдар, психологиялық шығармалар, әлеуметтік тақырыптағы туындылар көбейе бастайды. Ал поэзияда да азаматтық үн, еркін ой, туған жерге деген сүйіспеншілік кеңінен жырланады. Бұл кезеңнің көрнекті қаламгерлері ол Ильяс Есенберлин, Олжас Сүлейменов, Мұқағали Мақатаев, Қабдеш Жұмаділов және Әбіш Кекілбаев және тағы басқа қаламгерлер болған. Жалпы және де бұл кезеңде қазақ әдебиеті ұлттық сананы оятып, тәуелсіздікке деген рухани дайындық жасайды. Тарихи сананы қалыптастыруда, тарихи тақырыптағы көркем шығарманың рөлі мен маңызы туралы айтатын болсақ, онда оқырман тарихи оқиғаларды құрғақ дерек ретінде емес, кейіпкерлер тағдыры арқылы сезініп қабылдайды. Себебі көбісі тарихи деректерді оқи алмайды, көп жастар. Ал осындай әдеби шығармалар, көркем шығармалар арқылы олар кеңірек түпкі мағыналарына дейін түсіне алады деген ойдамын. Себебі мұндай шығармалар ол жас ұрпақтың ұлттық санасын қалыптастырып, отансүйгіштік сезімін арттырып, ата-бабаларына деген ерлігін танытады. Ата-бабаларының ерліктеріне құрметін көрсетіп білдіреді. Сонымен қатар халықтың салт-дәстүрін, мәдениетін, дүниетанымын сақтауға көмектеседі. Мысалға келтіретін болсақ, көшпенділер, дарабоз, үркер сияқты және тағы басқа шығармалар қазақ халқының тарихын терең танытады. Сондықтан тарихи шығармалардың рөлі өте зор деп ойлаймын. Олар яғни өткенді ұмыттырмайды және де болашаққа дұрыс бағдар береді. Қазақстанның халық жазушылары туралы айта кететін болса, ол Қазақстанның халық жазушысы ол әдебиетке ерекше үлес қосқан көрнекті қаламгерлерге берілетін жоғарғы атақ болып табылады. Бұл атақты иеленген жазушылар қазақ әдебиетін дамытуға, ұлттық рухты көтеруге зор еңбек сіңірген қаламгерлер, ағартушылар болып табылады. Олардың шығармалары халық арасында кең таралып, бірнеше буын тәрбиесіне әсер ететін болған. Бұл жазушылар тарихи тақырыптарды, адам тағдырын және де сонымен қатар қоғам мәселесін терең жаза білген адамдар. Олардың қатарын айтатын болсақ, оларға Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Ильяс Есенберлин, Әбіш Кекілбаев, Қабдеш Жұмаділов және тағы да басқа қаламгерлер жатады. Жалпы осы талдап жатқан қазақ әдебиеті мен қазақ тарихының, қазақ еліміздің көрнекті қаламгерлерінің бірі, халық жазушысының бірі Қабдеш Жұмаділов болып табылады. Ол 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағындағы Малдыбай ауылында дүниеге келген екен. Ол өзі Найман тайпасының 4 ауыл руынан шыққан.
ауылда бастауыш білімін алып, кейін Шәуешек гимназиясын бітіреді. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филологиялық факультетіне түскен екен. Алайда, екінші курсын бітіргеннен кейін екі ел арасындағы саяси жағдайға байланысты кері шақырылып, 1958 пен 1962 жылдар аралығында Қытайда қуғын-сүргінге ұшыраған екен. Кейін 1962 жылы империя шекарасын бұзып өткен қазақ көшімен бірге өзінің атамекеніне қайта оралғаннан кейін сол университетіндегі оқуын жалғастырып, 1965 жылы оқуын толықтай бітіреді. Жазушының әдеби қызмет туралы айтатын болсақ, ол өз қызметін Шәуешек гимназиясында оқып жүргенде бастаған екен. Ал 1954 жылы Шыңжаң газетінде алғашқы өлеңдер жинағы жарыққа шыққан екен. Сонымен қатар Қазақ әдебиеті газетінде 1965-67 жылдар аралығында редактор болып жұмыс істеген екен, және де жазушы баспасында 1967 мен 1976 жылдар аралығында, мемлекеттік баспалар комитетінде 1976 мен 1981 жылдар аралығында жауапты қызметкер рөлін атқарған екен. Ал 1981 жылдан бастап өзі бірыңғай шығармашылық жұмыстарын атқара бастаған. Және де оның танымал шығармалары туралы айтатын болсақ, ол әрине Дарабоз, Тағдыр, Көкжал, Академиктің көз жасы, Соңғы көш, және де оның барлық шығармалары адамдарды ойландырып, адамдарды тәрбиелейді, және де халықтың ұлттық санасын күшейтеді деп саналады. Бұл бейне бүгін біз талқылайтын шығарма, ол Академиктің көз жасы шығармасы болып табылады. Жалпы бұл шығарма 20 ғасырдың ең күрделі және ең қайшылық пен қиыншылыққа толы кезеңдердің бірін көрсетеді. Яғни, ол Кеңес одағының 1930 пен 1940 жылдар аралығындағы тарихи жағдайларды қамтиды. Бұл уақыт қазақ халқы үшін де, жалпы кеңестік қоғам үшін де аса ауыр, аса сындарлы кезең болған екен. Ең алдымен шығармада сталиндік репрессиялар кезеңі кеңінен суреттеледі. Бұл мыңдаған зиялы қауым өкілдерінің халық жауы аталып, яғни халық жауы деген жалған жала тағылып, қуғындалып, атылып, немесе түрмеге жабылған уақыт болған. Автор осы тарихи шындықты кейіпкерлер тағдыры арқылы көрсеткісі келді, яғни және көрсете білді. Ғалымдар, инженерлер, жазушылар барлығы да күдік астында өмір сүрді. Кез келген адам бір күнде жау атанып кетуі әбден мүмкін болған. Осындай қорқыныш пен сенімсіздікке толы ортада ғылыммен айналысу, жаңа идея ұсыну өте қауіпті жағдайлардың, өте қауіпті істердің бірі болған. Сонымен қатар шығармада Кеңес одағының индустрияланду саясаты да маңызды орын алған. Себебі бұл саясаттың мақсаты ол елді қысқа уақыт ішінде өнеркәсіптік мемлекетке айналдыру еді. Осы тұрғыда Қазақстандағы табиғи байлықтарды игеру мәселесі алға шыққан. Соның ішінде Жезқазған өңіріндегі мыс кен орындарын дамыту стратегиялық маңызы бар мәселе болған. Бірақ бұл жобаның жүзеге асыру оңайға соқпады. Яғни орталық билік бастапқыда бұл бастамаға сенімсіздікпен қарап, оны кейінге қалдыруға тырысты. Дәл осы жерде шығарманың басты кейіпкері ол Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың тарихи рөлі айқын көрінеді. Ол Жезқазғанның болашағына сенді, және де оған сеніп, оның маңыздылығын дәлелдеу үшін Мәскеуге аттанады. Ол жерге ол барғаннан кейін ғылыми және саяси ортада күрес жүргізіп, барынша атсалысады. Бұл оқиға тек бір кен орнын игеру туралы ғана емес, ол жалпы қазақ жерінің байлығын мойындату жолындағы күрес ретінде бейнеленген.
Сонымен қатар шығармада екінші дүниежүзілік соғыс алдындағы және соғыс жылдарындағы жағдайлар да көрініс тапқан. Бұл кезде Кеңес одағы үшін стратегиялық ресурстар, әсіресе металл өте қажет болған. Жезқазған мен Жезді сияқты аймақтардың маңызы арта түседі. Соғыс жағдайында бұрын еленбеген кен орындары шұғыл түрде игеріле басталады. Бұл ғылым мен өндірістің ел тағдырымен тікелей байланысты екенін көрсетеді. Осылайша шығармадағы нақты тарихи оқиғалар ол репрессия, индустрияландыру, соғыс кезең бір-бірімен байланыстыра отырады. Академик көз жасы шығармасының негізгі идеясы ол ел үшін еңбек еткен тұлғаның тағдыры арқылы ғылым, адамгершілік және әділет мәселелерін терең көрсету болған. Бұл шығармада автор ең алдымен шынайы ғылымның бейнесін аша отырып, оның тек ғылыммен ғана емес, сонымен қатар жалпы сол дәуірдің қатал жүйесімен де күресуге мәжбүр болғанын көрсетеді. Яғни негізгі идея ол шындық пен әділет үшін күрес, қандай қиындық болса да өз ұстанымыңнан таймау болған. Атап өткендей, басты кейіпкер ол Қаныш Имантайұлы Сатпаев, және оның өмірі арқылы автор ғылымның жай ғана білім саласы емес, оның ел тағдырымен тығыз байланысты екенін, және де оның өте үлкен күш екенін дәлелдегісі келді, және де оны дәлелдеді деп ойлаймын. Сатпаев үшін Жезқазғанды дамыту ол жеке мансап емес, ол халыққа қызмет ету, ол елдің болашағын қалыптастыру, болашақ ұрпақты, яғни біздің болашағымызды қалыптастыру. Автор шығармада бірнеше маңызды мәселелерді көтереді. Оның біріншісі ол ғылым мен саясаттың қайшылығы. Кеңес дәуірінде ғылыми шындық әрдайым еркін айтыла бермеген. Көп жағдайда ол ғылым саясатқа тәуелді болған. Яғни қандай да бір ғылыми идея немесе жаңалық билікке ұсынылса, ол қабылданбайды. Бұл жағдай ғылымдардың еркін ойлауына кедергі келтіретін. Яғни осылай автор осы арқылы бір сұрақты ойландыртады. Ол сұрақ қандай десеңіз, ол ғылым саясаттан тәуелсіз болу керек пе? Яғни деген сұраққа ой шомиды. Екінші қозғайтын мәселесі ол адамгершілік пен ар мәселесі. Қиын кезеңде адамдардың алдында таңдау тұрған. Шындықты айту ма, әлде аман қалу үшін үнсіз қалу ма? Әділетті қорғау ма, әлде жүйеге бейімделу ме? Сатпаев осы таңдауда адамгершілікті, адалдықты бірінші орынға қойған. Ол қауіп-қатерге қарамастан өз көзқарасынан, өзінің ойынан, өзінің ұстанымдарынан бас тартпаған. Автор осы арқылы адамның қандай тұлға болғанын, қандай тұлға болу керек екенін бізге нақты көрсете білді. Ендігі келесі айтылатын мәселе ол зиялы қауымның трагедиясы. Шығармада сталиндік репрессиялар кезеңінің әсері айқын көрінеді. Ол көптеген білімді, көптеген дарынды, ақылды қазақтың ақсүйегін жазықсыз жазаға ұшырағанын көрсетеді. Бұл тек жеке адамдардың емес, тұтас ұлттың дамуына үлкен соққы болған. Себебі ол бүкіл халықтың зиялыларын жападан жазықсыз жазаға тартқан. Автор осы арқылы қоғамның ең мықты, ең білімді өкілдерін жоғалту қандай трагедия, қандай ауыр зардаптарға әкелетінін көрсетеді. Ендігі төртіншіден ол елге қызмет ету идеясы жайлы айтады. Шығармада нағыз патриотизм ұғымы ашылған. Осы Сатпаев арқылы ол қатты көрсетілген деп ойлаймын. Себебі бұл тек сөз емес, ол нақты іс арқылы дәлелденетін қасиет. Ал Сатпаевтың барлық еңбегі ол халық игілігі үшін ғана жасалған. Ол жеке басының қауіпсіздігін емес, ол елдің ұрпағының болашағын ойлаған адам. Сонымен қатар автор адамның ішкі жан дүниесіне де назар аудартқызады. Себебі
Бұл жай әсілдік емес, керісінше адам жауапкершілікті сезіне білген, яғни халқының тағдырына алаңдап, оны адамның ішкі күйзелісін көрсеткен. Қорытындылай айтатын болсақ, бұл шығарманың негізгі идеясы заман қандай қиын болса да, адам өз адамгершілігін сақтап, ел үшін адал қызмет ету керек деген маңызды ойды қалдырған. Кейіпкерлер туралы атап өтсек, атап өткендей, бұл шығармадағы ең басты кейіпкерлер ол тарихи тұлғалар және де сол дәуірдің өкілдері. Олардың әрқайсысы белгілі бір идеяны, заманның ерекшелігін бейнелейді. Ал ең басты кейіпкер туралы айтатын болса, ол әрине Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Ол тек ғалым ғана емес, ол кең ойлайтын стратег, ол ел болашағын терең түсінетін тұлға ретінде суреттеледі. Оның бейнесі өте күрделі болғанмен, ол әр жан-жақты болып табылады. Бір жағынан ол білімді, табанды, өз ісіне тіпті жүрегін де беріп істейтін адам. Ол Жезқазған өңірінің маңыздылығын дәлелдеу үшін бар күшін салады. Тіпті Мәскеуге барып, мінберлерде де өз ойын қорғайды. Бұл оның батылдылығын, сенімділігін айқын көрсетеді. Сонымен қатар, ол өте адамгершілігі мол, жүрегі нәзік, өте сезімтал адам болып көрініс табады. Айналасында болып жатқан әділетсіздіктерді терең сезініп, соған ол қынжылады. Әсіресе сталиндік репрессиялар кезінде жазықсыз жазаланған адамдардың, жазықсыз жапа шеккен адамдардың тағдыры оны қатты толғандырады. Оның көз жасы, оның ішкі қайғының, халыққа деген жанашырлығының белгісі деп айтуымызға болады. Сонымен қатар, оның тағы маңызды бір қыры оның патриоттық сезімі. Ол өз еңбегін өзінің пайдасы үшін емес, ол өзінің халқы үшін, халқының болашағы үшін, ұрпақтары үшін жазған. Оларға елінің болашағына, елінің дамуына арнайды. Қандай қиындық болса да, ол әрдайым өз жолынан таймай нақ тіке жүреді. Осы қасиеттер оның нағыз қандай тарихи тұлға екенін көрсете алады. Сонымен қатар, шығармада қосымша кейіпкерлерде өте маңызды рөл атқарады. Мысалы, Сәтбаевпен бірге жұмыс істеген ғалымдары, серіктері, пікірлестері. Олардың ішінде тіпті орыс ғалымдар да болған. Олар Сәтбаевтың еңбегін мойындап, оны қолдап, оған жалпы қолдау көрсеткен. Бірақ әрдайым кейіпкерлер оң болмай, жүйенің керіс өкілдері де көрінеді. Олар биліктің, қысымның, қорқыныштың символы деп те айтуға болады. Себебі бұл кейіпкерлер арқылы автор сол заманның қаталдығын, әділетсіздігін ашады. Қорытындылай айтатын болсақ, шығармадағы кейіпкерлер жүйесі арқылы автор адамгершілік пен қатыгездіктің, олардың қарама-қайшылықтарын, қаншалықты қарама-қайшылық екенін көрсетеді. Және де нағыз азаматтың қандай болу керек екеніне бізге керемет бір үлгі берген. Академиктің көз жасы романы оқиғасы ол жаппай қуғын-сүргін, ашаршылық пен индустрияландыру сынды тарихи дүмпулердің үстінде құралғандықтан, біз бұл туындыда той-томалақ, айтыс-тартыс немесе діни ғұрыптарды іздесек те біз таба алмаймыз. Десе де, Қабдеш Жұмаділов ол үлкен суреткер, солай ол қазақы болмыстың өзегін құрайтын рухани-мәдени кодты кейіпкерлерінің тағдырына, олардың арасындағы қарым-қатынасқа және де тереңше жүреліп естеліктерге сіңіріп жіберген. Осылайша тарихи драманың ішіне ұлттық салт-сананың тұтас бір әлемі көрінеді.
ең алдымен назар аударылатын мәселе ол отбасылық шежіре мен дәстүрлі неке қатынастары. Романда Қаныш Сәтпаевтың әкесі Имантай бидің өмірі арқылы қазақ қоғамындағы бәйбіше тоқал институты суреттеледі. Автор оны сынамайды, оны ақтамайды, сол заманның отбасы мен ұрпақ жалғастыру жолы ретінде көрсеткен. 45 жасқа дейін перзент сүймеген Имантай би бәйбішесі Нұрымның келісімен Алимаға құда түседі. Бұл құда түсу рәсімі ол үлкендердің келісімі мен отбасының бірлігін көрсетеді. Жалпы романда қазақ дүниетанымының тән ырым-жырымдар мен түс жыруда маңызды орын алған. Нұрым бәйбішенің түсіне бір түлкінің екі қасқырдың күшігі көрінуі кейін шындыққа айналып Алимадан екі ұл бір қыз дүниеге келген екен. Бұл қазақ халқының түске мән беруі мен ишараға сенген рухани танымын білдіреді. Сонымен қатар баланы бала шақырады деген ырым бойынша Имантай би мен Нұрым бәйбіше туысының баласын бауырларына салып алып, бұл перзентке деген үміттерінің, сенімінің белгісі болады. Ал шығарманың терең қабатында ата-анаға және әруаққа құрмет көрсету, оны құрметтеу жалпы дәстүрлері жатады. Және де ашаршылық ел ішіндегі ауыр жылдары ел ішіндегі ауыр жағдайды көрген Қаныш ол ата-анасының бетіне барып үнсіз егіледі. Бұл көрініс ата-баба рухына тағзым ету, яғни рухани күш іздеу болып табылады, және де сол дәстүрдің көркем бейнесі. Романда бауырмалдық пен туыстық парызда айқын ерекше көрсетілгенін байқаймыз. Аштық қаспағында қалған ауылдастарын көрген Қаныш туысы Тәрімәзидің отбасын және оның жетім балаларын Жезқазғанға алып кетуге шешім қабылдайды. Бұл қазақ халқының өзара көмек, өзара бір-біріне көмектесуінің, өзара асар, жылы жинау сияқты ізгі дәстүрлерінің жалпы айқын көрінісі болып табылады. Оған қоса бала тәрбиесіндегі жауапкершіліктер тек айқын көрсетілген. Қаныш әпкесі Ғазизаның жетім қалған балаларын қамқорлығына алып өзі өсіреді. Кейін солардың бірі белгілі археолог Кемел Ақышев болады. Бұл ұлттық тәрбиенің туыстық жауапкершіліктің айқын нәтижесі. Қорыта айтқанда, Қабдеш Жұмаділов академиктің көз жасы романында салт дәстүрлерді жай көрініс ретінде емес, ол кейіпкердің мінезі, оның шешіміне әсер ететін рухани күш ретінде бейнелеген. Онда құдалық, ырым, аруаққа тағзым, бауырмалдық секілді ұлттық құндылықтар тарихи оқиғалармен шатасып, астасып, шығарманың терең мазмұнын ашады. Бұл романды оқып шыққаннан кейінгі ойларымды жинақтай келе, бұл шығарманың мен үшін жай ғана көркем туынды емес, оның нағыз тарихи, рухани оқулық болғанын мойындаймын. Себебі әрбір тарау, әрбір кейіпкер, әрбір оның тағдыры маған бұрын беймәлім болып келген тың деректер мен терең ойларды көрсетті. Алдымен мен Қаныш Сәтпаевтың адам ретіндегі бейнесін жаңаша таныдым. Себебі біз оны кішкентай кезден бері оқып танығаннан бері біз оны көбінесе академик, ғалым, өндіріс ұйымдастырушы ретінде білеміз. Ал шығарма оның жастық шағын, оның Томскіде білім алып жүріп ақ қазақ елінің болашағын ойлаған азамат екенін біз барлығын көре аламыз. Сонымен қатар оның отбасылық өмірі де терең ашылған. Себебі екі жары Шарипа мен Таисия балалары туралы оқи отырып, Қаныштың өмірі тек ғылыммен емес, күрделі әрі жанұялық тағдырдан тұрғанын да түсіндім. Әсіресе Таисия адамгершіліктің белгісі ретінде әсер етті маған. Бұл шығарма менің тарихи білімімді де толықтыра білді. Себебі әсіресе
1932 мен 1930 жылдардағы ашаршылықтың ауыр шындығы жүрекке қатты әсер етті. Жол бойында қалған өліктер, бос қалған ауылдар, аштықтан қырылған балалар туралы суреттер сол кезеңнің қаншалықты қасіретті болғанын көрсетеді. Осындай қиын заманда Қаныштың жетім қалған туыстары мен ауыл балаларын құтқарып, Жезқазғанға алып кетуі оның адамгершілігін, оның кең жүрегін танытады. Ал кейін сол балаларының бірі Кемел Ақышев болып, алтын адамды ашуы маған жақсылықтың қайтарымы дегеннің белгісі болады. Тағы бір жаңалық туралы айтатын болсам, ол ғылым мен саясаттың байланысын түсіндім. Яғни Қаныштың Жезқазғандағы момыс қорын дәлелдеп, бірақ Мәскеуден қаржы тоқтау туралы бұйрық келуі оның сол кездегі бюрократиялық жүйені көрсетеді. Соған қарамастан Қаныштың табандылық танытып, ғылыми шындық үшін күресуі маған үлкен өзінің жүрегіме әсер қалдырды. Бұл арқылы мен ғылым жолында тек білім емес, батылдық пен қайсарлықтың да қажет екенін түсіндім. Шығармада достық пен ұстаздықтың құдіреті де жақсы ашылған айта аламын, себебі Қанышқа қолдау көрсеткен ұстаздары, оның әріптестері оның жетістікке жетуіне көмектеседі. Бұл маған шынайы білім мен адал еңбектің әрқашан жанашыр адамдар табатынын көрсетті. Ал ең бастысы, мен осы романның атауының мәнін терең түсіндім. Себебі бұл жас әлсіздіктің белгісі емес. Бұл халқының қайғысын көріп, жүрегі ауырған азаматтың көз жасы. Ол қайғысына елін қосып жылайды, және оның сол жылауы оның ұлылығын көрсетеді. Ал енді үзінділерді оқитын болсақ, менің бірінші үзіндім келесідей болмақ. Қазақстан ғалымдары соғыстың ауыр жылдарында дайындап, қиын кезеңде құрған сол академия 50 жыл бойы мызғымай өмір сүрді. Қазақстан ғылымын дүниежүзілік деңгейге жеткізді. Ол тек ғылымды қажет етпей, ақша есептеуді басты мұрат еткен тәуелсіз Қазақстан өкіметінің тұсында ғана өмір сүруін тоқтатты. Ал өз тақырыбымызға келсек, сол 1946 жыл Қаныш Имантайұлы үшін табыстар жылы болды. Сол жылғы ақпан айындағы сайлауда ол КСРО жоғарғы кеңесінің депутаты болып сайланса, қараша айында КСРО ғылым академиясының толық мүшелігіне өтті. Қаныш Сәтбаевқа дейін бірде-бір шығыс адамы мұндай биікке көтерілген жоқты. Ендігі кезекте екінші үзінді. Бір ғажабы, дәрігерлер сырқаттың атын айтқанда, Қаныш басқалар құсап, үрке қорқып кеткен жоқ. Ештеңе болмағандай салмақты сабырмен қабылдады. Шындығында келгенде, бұл көрмеген жақсылық пен жамандық қалмапты ғой. Енді өлімнің де кезегі келген шығар. Дерттің бет алысын отбасына айтып үрей салған жоқ. Асықпай қолжазбаларын реттеп, қағаздарын түгендеді. Күзге қарай Жезқазған, Қарсақпай, Жезді өңіріне барып, жаз кезінде еңбек еткен жерлерін тағы бір рет көзден кешірді. Қарсақпайда тас өңдеуші шеберлер әзірлеген қабір басына қоятын құлпытас бар. Соны алып Баянауылға аттанды. Осы күнге дейін ата-ана қабірінің басына көктас қоюға қолы тимей жүруші еді. Сол парызын өтеудің сәті енді түсіпті. Қабір басындағы марқұмдардың аты жазылған жалпақ тақтай сол күйі тұр екен. Тек топырағы басылып, шөптесін төмпешікке айналған. Арнайы ертіп барған шеберлер төмпешікті жаймалап, жан-жағын цементтеп, текше жасады да құлпытасты әр қабірдің басына жеке-жеке орнатты. Ақ мәрмәр тасқа айшықтап жазу жазылған. Біреуінде Имантай Сәтбайұлы 1845-1928 деген жазу тұр. Екіншісінде Әлима Сәтбай келіні 1863-1902 деген жазу күнге шағылып, жарқырап көз тартады. Қаныш Имантайұлы беткейде өскен көк жусанды құшырлана иіскеп, сол арада жантайып біраз жатқанды. Бұл өңірдің ауасы да ерекше ғой, шіркін. Қаныш шыр етіп жерге түскенде өкпесін толтырған туыс та,
қымбат ауа. Мына жердің топырағы қандай құнарлы көңірсіп жатқан. Қанышқа осы ата-анасының қасынан топырақ бұйырса, арманы болмас еді. Өлгеннен кейін осында келіп жерлеуді өсиет етсе, билік басындағылар орындар ма екен? Әй, орындамайды ғой. Тірі кезінде ерік бермеген ағайын өлгеннен кейін де бәрін өздері билеп төстейтін шығар. Міне, енді өле беруге болады, деді Қаныш Имантайұлы ата-ана алдындағы ең соңғы парызын өтеп, көлікке отырып жатқанда. Қош бол, қасиетті туған жер. Қош, құшағынан тек таланттарды ұшыратын қайран баян ауыл. Енді сені көреміз бе, жоқ па? Машина орнынан қозғалып кетті. Бір кезде бала Қаныштың көбелей қуып жүрген, тайға мініп жарысқан, қаршыға салып, саят құрған жерлері бұлаңдап, артта қалып барады. Ендігі кезекте үшінші үзінді. Қазақта тілеп алған аурудың емі табылмас деген нақыл бар. Осы құжақты Голощекиннің тікелей аудармасы. Күн көсем Сталиннен ақ түйедей қалап сұрап әкелген өзіміздің әсіресе төңкерісшіл большевиктер еді. 1925 жылы сәуір айында Тұрар Рысқұлов Сталинге өлердегісін айтып хат жазады. Бізге қазан төңкерісінің шарапаты әлі жеткен жоқ. Қазақ байлары қаз қалпында. Алашорда сілтімдіктері қайтадан бас көтере бастады. Қазір Алашорданың Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов сияқты идеологтары Ташкентте шығатын Ақжол газетінің төңірегіне топтасуда. Мүмкіндік болса, осы Ақжол газетін жауып тастасаңыз екен деп өтініш білдірген. Ал сол жылы мамыр айында Сәкен Сейфуллин Сталинге өз аузымен барып бір тілек айтыпты. Мәскеуге Советтердің 5-ші съезіне барғанда Сейфуллин президиумда отырған Сталинге записке жазып, өзін қабылдауды сұрайды. Талай жыл Қазақстанда халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болған Сәкенді Сталин біледі. Әрине. Съездің соңғы күндерінің бірінде оны қабылдайды. Кабинетке кірсе, көсемнің қасында Сәргі Орджоникидзе отыр екен дейді. Бұйымтай сұрағанда Сейфуллин де жаңағы Рысқұловтың өтінішін қайталайды. Қазақстанда соңғы жылдары ұлтшылдар мен байлар қайтадан бас көтере бастады. Солардың ығыстыруымен биылғы сайлауда коммунистер қызметтерінен айырылып қалды. Мәселен, Қазақстанда Совет өкіметін орнатысқанымына мен қазіргі қызметсіз бос жүрмін. Сондықтан осында қалып партия мектебінде оқығым келеді. Соған жолдама берсеңіз екен деп өтініш білдіреді. Бұрын қандай оқу орнын бітіріп едіңіз деп сұрайды ұлы көсем. Бар болған мұғалімдер семинариясын бітіргем дейді Сейфуллин. О, большевиктер үшін бұл аз білім емес. Менің де бітіргенім семинария ғана, дейді Сталин. Сіз оқимын дегенді қойып, елге қайтыңыз. Тәжірибелі кадрлар ол жақта да керек. Ал байлар мен ұлтшылдардың күш шала бастағанына келсек, жақында сіздерге басшылыққа бір адамды жібереміз. Сол адам байлардың да, ұлтшылдардың да жынын қағып алады, дейді ұлы көсем мұртының астынан жымия күліп. Академиктің көз жасы романын оқыған сайын менің ішкі жан дүниемде түрлі сезімдер алмасып отырды деп айтуға да болады. Себебі бұл рас, бұл шындық. Бұл шығарма жай ғана оқиға емес, ол өткен ғасырдың 30-40 жылдарында жетелейтін сол заманның ауыр тынысын сездіретін туынды болды. Алғашқы беттерден ақ мені таңданыс пен қызығушылық сезімі билей бастады. Себебі жоғарыда атап өткендей, Қаныш Сәтбаев тұлғасымен үшін тек академик қана еді. Ал осы шығармада мен оны жан-жақты көре алдым деп айта аламын. Осылай шығарманың орта тұсында бұл сезімдердің орнын ауыр мұң мен күйзеліс басады. Әсіресе 1932 мен 33 жылдардағы ашаршылық көріністері ол жанымды қатты толқындырады. Жол бойындағы өліктер, бос қалған ауылдар, аштықтан қырылған балалар, нәрестелер бейнесі сол кезеңнің қасіретін терең сездірді. Осындай сұмдық жағдайда Қаныш Сәтбаевтың жетім балаларын, туыстарын өзіне асырап алған оның қандай да адамгершілігі мол тұлға екенін білдіртеді.
және де оған осы сәттен кейін оған деген құрметім одан сайын арта түсті. Романдағы сталиндік қуғын-сүргін тақырыбы да мені бейжай қалдырған жоқ, себебі Сәтпаев әулетінің мүшелерінің абақтыға жабылуы, олардың мал-мүлкінің әділетсіз тәркіленуі, олардың сол заманның жалпы әділетсіздігін анық көрсетті деген ойдамын. Себебі осындай қиын кезеңде Қаныштың ғылымнан бас тартпай шындық үшін күресуі мені қатты таңғалдырды. Себебі осы тұста әділетсіздікке деген ішкі қарсылық сезімі пайда болды. Сонымен бірге шығарма маған үлкен шабыт берді, себебі Қаныш Сәтпаевтың жезқазғанды қорғап, қауми ақиқатты дәлелдеу ол ұстаздары мен әріптестерінің қолдауы, олардың барлығын білімге деген табандылықтарының үлгісі болды. Бұл маған қандай қиындық болса да берілмей мақсатынан бас тартпау деген түсінікті қалыптастырды. Кітапты аяқтаған кезде менде ішкі толғаныс пен тыныштық күйі болды, себебі мен ойладым, осындай жағдайда не істер едім деген ойладым, және де оған жауап бере отырып, Қаныш Сәтпаевтың істегенін әрбір адам істей бермейтінін ұқтым. Себебі оның істеген ерліктеріне де ішкі талпыныс пен адамгершілік қасиеттері өте мықты, және рухани жалпы қасиет, патриоттық қасиеттердің барлығы мықты болу керек деген сенімдемін. Қорыта айтқанда, академиктің көз жасы мен үшін жай ғана кітап емес, ол жүрекке әсер етіп, ұзақ ойландыратын, рухани байытатын шығарма болды. Мен өз басым осы академиктің көз жасы атты шығармасын айналымдағы адамдарға, әсіресе жастарға міндетті түрде оқуға ұсынар едім. Себебі бұл кітап адамды рухани байытып, оны ойландыртып, оған өмірлік бағыт береді деген ойдамын. Біріншіден, бұл кітапты Қаныш Сәтпаевтың тұлғасын терең тану үшін ғана тіпті оқуға кеңес беремін, себебі көпшілік оны тек ұлы ғалым, академик деп қана таниды, ал оның ішкі байлығының қаншалықты кең екенін, қаншалықты мол екенін біле бермейді. Екіншіден, шығарма тарихи жадымызды жаңғыртады деп айтуға болады, себебі ол сол кезеңдегі аштықтың, қиыншылықтың барлығын суреттеп, сипаттап, өзіміздің ата-бабаларымыз біздің болашағымыз үшін не істегенін көрсетеді. Үшіншіден, роман маңызды өмірлік сұрақтар қояды деуге болады, себебі қиын жағдайда адам қалай әрекет етуі керек, ұстанымын қандай болу керек, ұстанымнан қалай таймауға болады, нағыз патриотизм қандай болады дегендей сұрақтар пайда болады. Ал Қаныш Сәтпаевтың тұлғасы осы әділет үшін күресуі арқылы осы сұрақтарға нақты жауап берді деп ойлаймын. Төртіншіден, кітапқа адамгершілік пен бауырмалдылықтың үлгісін қатты салған, өте қатты келтірген, себебі біз оны Қаныштың жетім балаларды құтқаруынан, туыстарына қамқор болуынан, отбасының мейірімділігінен көре аламыз. Ол осы қасиеттердің барлығы біздің бүгінгі қоғамға өте қажет деп ойлаймын. Келесіден, ол шығарма жалпы үлкен адамға мотивация береді, себебі Қаныштың ғылым жолындағы табандылығы, мақсатына жету үшін күресі сені де адамның, оқырманның өзін де шабыттандырады. Осылай қорытындыла айта кететін болсам, бұл шығарма адамның тарихи танымын кеңейтетін, адамды тәрбиелейтін, рухани байытатын ерекше шығармалардың бірі болып табылады.